Қайырлы күн, менің сүйікті ұлылар әлемі арнасының оқырмандары мен көрермендері. Арнамызға қош келдіңіздер. Бүгін біз қазақ спорт әлемін, тіпті бүкіл ММА дүниесін дүр сілкіндірген өте ауыр, бірақ маңызды тақырыпты талқылаймыз. Маған өткен видеолардың астына Шавкат туралы өте көп сұрақ жаздыңыздар. Сондықтан тақырыпқа көшпес бұрын дәл қазір видеоға бір лайк басып, егер арнаға тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп алыңыз. Бұл біздің ұлылар әлемі жобасының алға жылжуына және қазақша сапалы контенттің трендке шығуына өте үлкен көмек. Ал видео соңында міндетті түрде өз пікірлеріңізді комментарияға қалдыруды ұмытпаңыздар. Әрқайсысын оқып жауап беремін, жарай ма? Видеоның тақырыбын көргендеріңіз рас. Шавкат Рахманов шумен карьерасын аяқтай ма? Бұл ақпарат қайдан шықты? Соңғы күндері әлеуметтік желілерде осы сұрақ трендтен түспей тұр. Себебі айдан анық, біздің Намат октагонға шықпалы 1,5 жылдан асты. Ең соңғы рет 2024 жылдың желтоқсанында Иен Герейді жеңгеннен кейін Шавкат мүлде көрінбей кетті. UFC басшылығы оны ұзақ уақыт бойы төбелеспегені үшін ресми рингтен де шығарып тастады. Елестетіп көріңізші, чемпиондық белбеуге бір-ақ қадам қалған. 19-0 рекорды бар. Әлемдегі ең қауіпті файтерді рингтен сызып тастау деген сұмдық емес пе? Әрине, мұны көрген жанкүйерлердің арасында үрей басталды. Шавкат спорттан кетті ма, ол енді қайтып оралмайды ма, карьерасы бітті ма деген қауесеттер қаптап кетті. Бірақ ресми командасы не дейді? Дәл қазір, яғни 2026 жылдың шілде айынан бастағанда Шавкаттың ресми менеджері Саят Абдрахманов өте маңызды мәлімдеме жасады. Ол қазіргі уақытта карьерасын аяқтау туралы әңгіме жоқ. Бірақ мұндай тәуекелдер спортта әрқашан болады. Бұл өте ауыр, үлкен ресурстарды потребовать ететін спорт түрі, деді. Саяттың осы сөзі отқа май құйғаны болды. Тәуекелдер бар дегені несі? Демек жағдай біз ойлағанда күрделі ме? Достар, Шавкаттың карьерасын уақытша тоқтатуға мәжбүр еткен бас себеп оның аяғындағы тізе жарақаты. Бұл жай ғана соққыдан болған ауырсыну емес. Оның бапкері Эдуард Базаровтың айтуынша, бұл тізе жарақаты Шавкатты соңғы 10 жыл бойы мазалап келген ескі проблема. Ол осыған досы барлық жекпе-жектерінде, соның ішінде Белал Мұхаммедпен болған барлық айқастарға да осы ауру тізесімен дайындалып, намыстың арқасында жағына жеңіп келген. Бірақ 2024 жылдың соңында Иен Гереймен болған қанды шайқаста Шавкат сол тізесін қатты зақымдап, рецидив алды. Одан кейін жағдай қиындап, ол бір емес бірнеше рет ауыр операция жасатты. Ең соңғы отасы осы 2026 жылдың басында жасалды. Қазір уақытта Шавкат Германияның ең үздік емханаларында реабилитациядан өтіп, қайтадан жүруде. Аяғын басуда үйреніп жатыр десек те болады. Оның командаласы Асыл Алмабаев та жақында берген сұхбатында Шавкатты залда көріп тұрамын, денсаулығында шынымен де кінәрат бар. Қазір ол емделіп жатыр деп растады. Менеджер Саят Абдрахманов та дәл қазір асығудың ешқандай мәні жоқ екенін ашық айтты. Оның мәлімдемесі бойынша 2026 жылы Шавкат Рахманов мүлде октагонға шықпайды. Бұл нақты факт. Оның толық айығып спортқа оралуының ең шынайы уақыты 2027 жылдың басы немесе ортасы. Бұл жанкүйерлер үшін ауыр жаңалық. Бүгін біз оның мүгедек болып қалғанына емес, октагонға темір сияқты мықты болып оралғанын қалаймыз ғой, Енді басты сұрақ, ол оралғанда баяғы Шавкат бола ала ма, әлде белбеуден үміт үземіз бе? Шавкат Рахманов карьерасын аяқтамайды. Оның бапкерісі де өзі де UFC-дегі аяқталмаған шаруасын бітіруге, яғни Қазақстанға алғашқы алтын белбеуді алып келуге барын салады. Мотивациясы өте жоғары. Бірақ ол оралғанда бізді қандай кедергілер күтіп тұр? Біріншіден, ол уақытта Шавкат 32-33 жасқа келеді. Бұл жартылай орта салмақ үшін өте маңызды жас. Екіншіден, ол рингтен шығып қалғандықтан, оралған бойда бірден чемпиондық жекпе-жек берілмеуі мүмкін. Оған алдымен рингтегі топ 5 файтердің бірімен, мысалы Камер Усман, Джек Делана немесе Иен Гереймен қайтадан ревенш өткізу тура келеді. Үшіншіден, ең үлкен қауіп қарсыластары оның оң тізесінде үлкен жарақат болғанын жақсы біледі. Ендігі кезекте оған қарсы шығатын кезде келген файтер тек сол әлсіз тұсына, яғни аяғына лоу-кик тебумен болады. Шавкат бұрынғыдан екі есе ақылды, әрі сақ төбелесу керек. Дегенмен біз Наматтың мінезін білеміз. Ол нағыз қазақтың көкжалы. Қазір ол әлеуметтік желілерде спортзалдан видеоларды жүктеп, баяу болса да қалыпқа келе жатқанын көрсетуде. Біздің міндет оны асықтырмай, психологиялық қысым жасамай, тек қана қолдау көрсету. Достар, ұлылар әлемінің құрметті оқырмандары, сіздер қалай ойлайсыздар? Шавкат 2027 жылы баяғы жойқын күшімен орала ма? Ол чемпиондық белбеуді бәрібір алады дегенге сенесіздер ме? Пікірлеріңізді міндетті түрде төменге жазып кетіңіздер. Әрқайсысын жеке-жеке оқып, видео ұнаса тағы бір рет лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.